Қайырлы күн, жаңалыққа жаны құмар, қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге мектеп жаңалықтары. Студияда мен Елдос Сатыбалды. Мектеп жаңалықтары сіздермен жаңа жылда да бірге болады деген сенімдеміз. 11 қарашадан бастап 3 тоқсанда басталып кетті. Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында өткен патриоттық әндер байқауының қорытындысы да жарияланды. Осы мереке қарсаңында Дидар театр студиясы өзінің кезекті қойылымын қойды. Тілшіміз Әйгерім Сәкенова баяндайды. Жылдағы үрдіс бойынша бұл сайыс шаңырақтар арасында өтті. Оқушылар үзіліс уақытында кезекпен өздері таңдаған әндерін шырқап жатты. Жалпы балалар керемет өнер көрсетті. Дегенмен сайыстың аты сайыс. Қазылар алқасының шешімі бойынша бірінші орынды Көкшетау, Имантау, Каспий шаңырақтары бөлісті. Екінші орынды Көктөбе, Алтын Емел және Самұрық шаңырақтары иеленді. Сырымбек шаңырағы үшінші орынға ие болды. Тәуелсіздік мерекесіне орайластыра қойылған Сәкен Сұңқар спектаклінің премьерасына келген ұстаздар мен оқушылар залға лық толды. Қанат Жүнісовтың Сәкен Сұңқар трагедиясында қазақ халқының біртуар ұлы Сәкен Сейфуллиннің халық комиссарлары кеңесінің төраға қызметін атқарған уақытындағы қазақ халқы үшін жасаған игі істері, халқымыздың бастан кешкен қиындықтары айқын көрсетілді. Бүгін доспын деген қаламдастарының сатқындығы, халық жауы атанып сотталуы, сонымен қатар Сәкеннің кіршіксіз жүрегі анаға деген махаббатқа толы екенін балалар шынайы ойнап берді. Сәкеннің анасы аштықтан өлсе, қалған қазақтың күні не болды? Қалжырадым, сағындым деп, елге қайт деп жылаушы ең, ұмытқандай не қылдым деп, тез хат сал деп сұраушы ең. Қойылым барысында Сәкеннің жалынды өлеңдері оқылып, әндері орындалды. Әйгерім Сәкенова, арнайы мектеп телеарнасына. Күні кеше мектебіміздің 250 оқушысы облыс орталығындағы Шахмет Құсайынов атындағы драма театрға барып қайтқан болатын. Алдаспан премьерасын тамашалап қайтты. Мектебіміздің мәдени өмірі өте қызықты. Тілші материалын тамашалаңыздар. Әр халықтың жаны, рухани өмірінің айнасы деп тегін айтылмас. Назарбаев зияткерлік дербес білім беру ұйымының қазақ әндері атты жобасы 2014 оқу жылынан басталған болатын. Аталмыш жоба жас ұрпаққа білім беріп қана қоймай, қазақтың шоқтығы биік әндерін насихаттай отырып, рухани тәрбие беруді мақсат тұтады. Осы игі жобаны жүзеге асыру мақсатында мектебімізде Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, қарымды қаламгер, арқылы ақын, дарынды драматург, белгілі журналист, құрмет орденінің иегері жерлесіміз Төлеген Сыздықұлы Қажыбаев пен дала кезген әсем әуен атты әдеби сазды кеш өтті. Кеште Төлеген Қажыбаевтың әндері шырқалып, өлеңдері оқылды. Балалармен кездесуге келген Төлеген аға балалардың өнеріне тәнті болып, үлкен алғысын айтты, кітаптар сыйлады. Сыр сұхбат бағдарламасы аясында медицина ғылымдарының докторы, Ақмола облыстық ауруханасының бас дәрігері, құрмет, парасат ордендерінің иегері Серік Ақпенұлы Аяғановпен керемет кездесу өтті. Бағдарлама басында Серік Ақпенұлы туралы түсірілген бейнеролик көпшілік назарына ұсынылды. Қазақ жалпы ырымшыл халық қой. Баласының ата баласы болып қалмай, адамның баласы болғанын, айтып ол азамат болғанын қалайды. Кездесу еркін түрде оқушылар сыйлы қонаққа сұрақтар қойды, тіпті қонаққа табанасты тапсырмалар берілді. Ол кездесулер мектеп тарихында мәңгі сақталып, оқушылар мен ұстаздар көңілінде ұмытылмас жылы сезім қалдырғаны сөзсіз. Сәкен Байжолов, Айдар Бакиров, арнайы мектеп телеарнасына. Елбасымыз өзінің жолдауында Қазақстанның әрбір азаматының денсаулығы мықты, хал-ахуалы жақсы болуы тиіс деп атап көрсетті. Мектебімізде бала денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында көптеген спорттық іс-шаралар ұйымдастырылуда. Бұл жайлы тілшіміз баяндасын.
Не қимылы дәріссіз ем, шыныға жүріп дертті жем. Күніне 1 сағат спортпен шұғылданған адамның өмірі әлдеқайда ұзақ және қалыпты болады екен. Біздің мектеп оқушыларының сабақтан қолы бос уақытында спортпен айналысып, өз денсаулықтарына немқұрайлы қарамайтыны қуантады. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері де бұл қуантарлық жайт екендігін қуана айтуда. Денсаулығы мықты бала халықтың болашағы, отанымыздың сенімді тірегі. Спортпен шұғылданам деген балаға біз әрқашан қолдаймыз, көмектесеміз. Оқу жылы басталғалы оқушылар арасында көптеген сайыстар жүріп жатыр. Айта кету керек, қаңтардың 19-нан мектебімізде баскетбол, футзал және тоғызқұмалақтан 7-10 сыныптар арасында спартакиада бастау алды. Осы спорт түрлерінен мен мықтымын деген жас спортшылар бәйгеге түсуде. Ерасыл Ахметов, арнайы мектеп телеарнасы үшін. Мінекей қымбатты көрермен, мектеп ТВ тілшілерінің дайындаған жаңалықтары осымен аяқталды. Оқуда жетістік тілей отыра, мен сіздермен қоштасамын, достар.